Құрметті қыздар, қыз келіншектер, сәлеметсіздер ме? Сіздерге мен осындай сандали тоқуды үйретемін бүгін. Мынау сандали түймемен. Бізге қажетті заттар осындай табан. Бұл табанның ішіндегі осындай ұлтарақ алынады. Өте жұмсақ. Табан да жұмсақ осындай. И шеттерінде осындай нелер бар. Тесіктері бар шеттерінде. Осы тесіктерден өткізіп осындай ілмектер жасаймыз өз қолымызбен. Ол үшін бізге осындай жібек жібі керек. Бір қабат. Және осындай крючок. Крючоктың номері бір жағы 4, бір жағы 3. Біз 3 деген жағымен тоқитын боламыз. Қазір мынау менде 24-25 деген размер. Бұл не? Мына табанның мына жерінде нелер бар, шеттерінде осындай белгілер бар. Біреу, мына жерде екеу, міне мынау өкше. Мына жерден бастап өкшені көрсетеді. Мына жерде тағы бір белгісі бар. Мына ортасында дәл центрді көрсетеді. Өте тоқығанда ыңғайлы. Біз бастаған кезде оң жақтан бастаймыз. Қай жерден бастаймыз? Мына жерден бастайық. Не болмаса мына жерден бастайық. Қазір бірінші жіпті іліп аламыз. Бір қабат іліп аламыз. Мына жіп бізде осылай қалады. Біз оны осылай осы жерге тоқып жіберуіміз қажет. Қазір біз ең бірінші осындай жіптерін іліп осылай жасап аламыз. Бір ілдік. Тағы да екінші рет ілеміз. Біз мына жерге 2 ілмек жасаймыз. Сосын қазір біз мынаны былай толығымен айналып келген кезде мына жерден тағы бір ілмек жасаймыз. Сонда 3 ілмек болады. Қазір алдымен біз 2 ілмекті жасаймыз. Накидсіз жасаймыз. Тек қана осылай әрбір тесіктен 3 ілмек жасаймыз. 3 петля. Накидсіз. Не 3. Әрбір тесіктен осылай өткізіп отырып, табанды толығымен айналып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай ғана айналып шыға бересіздер. Бұл табаннан тек қана сандали емес, тек қана кроссовки да тоқуға болады, кеды да тоқуға болады. Әркім өзінің қалауы бойынша. Мен қазір осы жібек жібінен тоқып отырмын, себебі бұл жібек жібін жууға болады. Стиралкаға салып, табанды да осы жібек жіпті де 30 градуста жуып алсаңыздар болады. Жазда не болмаса садикқа балаларға өте ыңғайлы, киіп тоздыруға аяққа жарап жатыр. Бұл тез тозатын аяқ киім емес, магазиндікіндей. Өте киіс береді. Осылай толығымен бүкіл табанды біз айналып шығамыз. Неке? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Енді бүкілін тоқығанды көрсетпей қойын. Уақытты созбай, мына жерге келген кезде, бұлай айналып келем, мына жерге келген кезде жалғастырамыз. Мінекей мен мына жерге дейін тоқыдым. Мына тесікке үш не жасадым, петля жасадым. Мына жерде 2 петля бізде. Осы жерден тағы бір петля алып қосамыз. Осы жерде міне толығымен табан айналып шықтым, толығымен табанды айналып шықтым. Енді ары қарай жай тоқып шығамыз, накидсіз, ешқандай, тек қана бір петлядан осылай іліп алып, әрбір петлядан толығымен айналып шығамыз табанды. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай ғана әрбір петлядан іліп алып отырып, тоқып, бір айналып шығамыз табанды толығымен. Ешқандай накид жасамаймыз. Неге? Осылай айналдырып, мына жерге дейін келгенде ары қарай көрсетемін. Мінекей мен мына жерге дейін тоқыдым. Өкшенің мына жердегі меткасына дейін тоқыдым. Енді ары қарай жіпті түйеміз. Жіпті түйеміз де ары қарай өкшені тоқуды бастаймыз. Өкшені тоқуды бастаймыз. Жіпті осылай келтіріп аламыз. Мына жақтағы меткаға дейін келтіреміз. Міне, мына жерде өкшеміз қалай басталды, міне. Меткадан басталды. Соның тоқылу техникасын көрсететін болам қазір. Бұл жерде узорды жақсылап мұқият қарап істесеңіздер, өте оңай узор бұл. Бұл узор мына жерде өкшеге қаттылық береді, және қалыңдық береді. Өкшенің тік осындай болып тұруына, қалыпты болып тұруына осындай қаттылық береді. Сол себепті осы узорды егерде жасай алмайтын болсаңыздар, онда жай тоқумен 2 қабаттап, осындай жіпті 2 қабаттап өкшені тоқып шықсаңыздар болады. Негізінде мына узорды үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Мына жерде меткадан бастап алға қарай 3 петля, 1, 2, 3 петля жылжытамыз. Сол жерден іліп аламыз. Бір тоқып аламыз. Екінші петляны мына жерде петляның астынан аламыз. Бұл жерде ұзын петля шығу керек. Бірінші петля міне кішкентай, екіншісі ұзын. Қазір 1-2 тоқығаннан кейін көрінетін болады. Келесі петляны кішкентай петля тоқимыз. Одан кейінгі петляны үлкен петля тоқимыз. Тағы да кішкентай петля тоқимыз. Одан кейін үлкен петля шығарамыз. Осылай чередовать етіп тоқимыз кезек-кезек. Бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай, бір үлкен.
Міне бір кішкентай тоқыдым, енді бір келесі үлкен петля тоқимыз. Осы техниканы үйреніп алсаңыздар, өте керемет. Бұл техника кедыйға және осындай кроссовки тоқыған кезде, сандали тоқыған кезде жақсы қолданылады. Осындай техниканы қолданып, осылай 4 ряд жүруіміз қажет. Өкшені көтеруге 4 ряд. Мінекей, мен мына жерге дейін тоқып шықтым. Мінекей көрініп тұр, қандай бір үлкен, бір кішкентай, бір үлкен, бір кішкентай узор салынғаны. Енді ары қарай біз мына жерден 3 петля қосамыз. Біз жаңа басында 3 петля қостық, мына жақтан бастағанда. Енді мына соңында тағы да 3 петля тоқимыз. Содан кейін байлаймыз жіпті. Жіпті байлаймыз. Сосын қайтадан рядымызды бастаймыз. Мына жерде біз 2 ряд тоқыдық па, 1 ряд тоқыдық па. Өкшені бастадық, бірінші ряд, енді екінші рядты бастаймыз. Екінші рядта тағы да алға қарай 3 петля қосамыз. Міне бірінші петлямыз тұр ғой біздің. 1, 2, 3 петля қосамыз. Үш петляны қосқан кезде жай ғана осылай тоқып қосамыз. Ешқандай жаңағындай не жасамаймыз, узор жасамаймыз. Тек қана осылай тоқып қосамыз. Сосын узорға келген кезде не бізде ең бірінші кішкентай тұр. Кішкентай узор. Соның астынан аламыз. Бұл жолы 1 мен 2-нің арасынан алып отырамыз. Мына бірінші жолы, бірінші ряд, сосын мынау екінші жол. Бірінші жол мен екі жолдың ортасынан алып тоқып отырамыз. Бізде енді келесі үлкен петля. Біз оны аламыз да кішкентай қылып тоқимыз. Сонда бізде шахматный порядокта узор пайда болады. Бізде енді міне келесі кішкентай петля. Кішкентай петляның астынан аламыз. Міне осылай аламыз. Кішкентай петляның астынан алдық. 1 мен 2 рядтың ортасынан дәл осылай соңына дейін тоқып аламыз.
соңына дейін тоқып шыққаннан кейін тағы да 3 петля қосып 3-ші рядты бастаймыз. Тағы да мына жаққа келгенде 3 петля қосамыз. Тағы да дәл осылай узор салып тоқып шығамыз. Мына жаққа келеміз. 3 петля қосамыз. Қайтадан 4-ші рядты бастаймыз. Осылай біз қазір осындай 4 ряд жасауымыз керек. Неге? 1, 2, 3, 4 ряд. 1, 2, 3, 4 ряд. 4 ряд қосқаннан кейін барып, мен сіздерге ары қарай қалай тоқылу жолын көрсететін боламын. Мінекей, мен тоқып болдым. Мынада 5 ряд екен, мен жаңа қате айтыппын 4 ряд деп. 1, 2, 3, 4, 5 ряд. 5 рядты тоқып болдым мінекей. 1, 2, 3, 4, 5 ряд. 5 рядты бұлай міне салыстырып көрсеңіздер, екеуі де бірдей. Енді ары қарай біз қазір мынандай мына жерден бастаймыз. 1, 2 ряд, 3 ряд, 2 ряд тоқып аламыз. Жай тоқумен тоқып аламыз. Ешқандай накид қоспаймыз. Тек қана жай ілмекпен тоқып айналдырып шығамыз. Неге осылай жай ілмекпен тоқып айналдырып шығамыз. Айналдырып, мына жаққа келгенше осылай 2 ряд айналдырып шығайық, содан кейін кездесеміз. Мына жерде түсіндіріп өтейін. Біз міне мына жерге келіп тоқтадық. Мына узорды тоқып шығып тоқтадық, иә. Ары қарай біз жай ілмекпен 3 ряд тоқимыз. Мынау бірінші ряд біз тоқып алғанымыз, ол уже бар бізде. Неге 1, 2, 3 рядты осылай айналып шығамыз толығымен. Толығымен айналып шыққаннан кейін біз мына үстіндегі узорды тоқитын боламыз. Оған дейін біз осы 3 рядты айналып шығуымыз керек. Бәрін айналып шыққаннан кейін негізінде 1, 2, 3, 4 ряд болады. Толық общий 4 ряд бізде. Соның қазір 3 рядын тоқып шығуымыз қажет. Тек қана жай ілмекпен ешқандай накид ештеңе қоспаймыз. Тек қана осылай міне әрбір петляны осылай бір-бірден тоқып айналып шығамыз. Еш қиындығы жоқ. Бұл детский табан, сондықтан тез тоқылады. Ешқандай уақытты көп қажет етпейді. Тек қана осы техникаға мұқият болсаңыздар болды. Тоқылу техникасына мұқият болсаңыздар болды. Қалаған заттарыңызды тоқып шығарып ала бересіздер. Бұл узор тоқылу техникасы бізде кедыда, кроссовкада кездеседі. Сондықтан мұқият үйреніп алсаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Ал мүлдем тоқи алмайым, осы узорды шығара алмайым дейтін кісілер болса, оларға бағана айтып өткенімдей тағы да айтып өтейін. Осындай жібек жіптен 2 қабаттап өкшесін тоқу қажет болады. Айналдырып осылай тоқи береді. Негізі мына техника осы узор дұрыс, өйткені өкше деген осылай тігінен тұру керек. Ешқандай майысып, не болмаса, мынандай не болмау қажет.
осындай тіктеліп и қалыңдық беріп тұрады деп айттым бағана. Сондықтан осы техниканы үйреніп алыңыздар. Мен енді қазір 3 рәтті тоқып алайын. Содан кейін мына жерде узорды бастайтын кезде қайтадан кездесеміз.